Леуіліктер 23 тарау. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді. Исраил халқына мынаны айт. Менің тағайындаған мейрамдарым төмендегідей. Оларды маған, жаратқан иеге, бағышталған жиналыс күндері деп жариялаңдар. Аптаның 6 күнінде еңбектеніп жұмыс істеулеріңе болады. Ал 7-ші күн тынығатын демалыс және киелі жиналыс күні. Сол күні ешқандай жұмыс жасамаңдар. Барлық мекендеріңде бұл күн жаратқан иеге бағышталған демалыс күні. Ал демалыс күнінен басқа жаратқан иенің жиналуға тағайындаған киелі мейрамдары мыналар. Оларды жыл сайын белгіленген уақытында өздерің жариялаңдар. Жаратқан иеге бағышталған құтқарылу мейрамын 1-ші айдың 14-ші күнінің кеш батқан кезінен бастаңдар. Осы айдың 15-ші күні жаратқан иенің ашымаған нан мейрамы басталады. Сол күннен бастап 7 күн бойы тек аштықсыз пісірілген нан жеңдер. Мейрамның 1-ші күні жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Еңбектеніп жұмыс жасамаңдар. 7 күн бойы жаратқан иеге құрбандық тартулар әкеліп, өртеп ұсыныңдар. Ал 7-ші күні жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Еңбектеніп жұмыс жасамаңдар. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деді. Исраил халқына мынаны тапсыр. Мен өздеріңе табыстағалы отырған осы ерге еніп, егін өнімін жинайтын кездеріңде, жиналған алғашқы егіннің 1-ші бауын діни қызметкерге алып келіңдер. Жаратқан ие оны мақұлдап, қабылдау үшін діни қызметкер сол бауды оның алдында демалыс күнінен кейінгі күні әрі-бері тербеп ұсынсын. Бауды әрі-бері тербеп ұсынған күні мінсіз 1 жасар тоқтыны түгелдей өртелетін құрбандық ретінде жаратқан иеге арнап құрбандыққа шалып өртеп жіберіңдер. Соған тиісті астық тарту ретінде зәйтүн майымен араластырылған бір пұттың 10-2 бөлігіндей мөлшердегі таңдаулы бидай ұнын жаратқан иеге арналған хош иісті де ұнамды тарту ретінде өртеп жіберіңдер. Сұйық тарту ретінде бір шағын құмыра шарап ұсыныңдар. Осы тартуларды Құдайыңның алдына алып келген күнге дейін алғашқы өнімнен пісірілген ешқандай нан, ешбір қорылған не жаңадан піскен арпа жемеңдер. Бұл барлық мекендеріңде келер ұрпақтарыңа да тапсырылған тұрақты ереже болады. Сендер егіннің 1-ші бауын әрі-бері тербеп ұсынған құтқарылу мейрамынан бастап 7 апта мен 1 күнді, яғни 50 күнді санап шығыңдар. Осылай 7-ші демалыс күні өтіп, 50-ші күн басталғанда жаратқан иеге жаңа өнімнен астық тартуын алып келіңдер. Тұрған мекендеріңнен алғашқы өнімнің әрі-бері тербеп ұсынылатын тарту ретінде пұттың 10-2-сіндей мөлшердегі таңдаулы бидай ұнынан ашытқа қосылып, пісірілген 2 бөлке нанды алып, жаратқан иеге ұсыныңдар. Осы 2 нанға қоса, сендер жамағат болып бірігіп 1 жасар, ешбір мінсіз 7 еркек тоқтыны, 1 жас бұқаны және 2 қошқарды алып келіңдер. Осының бәрі астық әрі сұйық тартуларымен қоса, жаратқан иеге арнап, түгелдей өртелетін құрбандық болады. Оның хош иісі жаратқан иеге ұнамды сый тарту болады. Содан соң күнәнің құнын өтейтін құрбандық ретінде бір текені және жаратқан иемен қарым-қатынасқа ризашылық білдіретін құрбандық ретінде 1 жасар 2 тоқтыны құрбандыққа шалыңдар. Діни қызметкер сол 2 тоқтыны алғашқы өнімнен дайындалған нанмен бірге жаратқан иенің алдында әрі-бері тербеп ұсынсын. Жаратқан иеге бағышталған осы киелі тарту діни қызметкерге тиесілі үлес. Сендер халыққа дәл сол күнді жаратқан иеге бағышталған жиналыс күні деп жариялап, еңбектеніп жұмыс істемеңдер. Бұл барлық мекендеріңде өздеріңе және келер ұрпақтарыңа берілген тұрақты ереже. Егістік жеріңнің өнімін жинаған кезде, оның шет жағын ормай қалдыра сал.
әрі жерге түскен масақтарды қайтып келіп жинамай-ақ қой. Оларды жарылылар мен жат жұрттықтарға қалдыр. Мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Жаратқан ие Мұсаға тағы былай деп бұйырды. Израиль халқына мынаны жеткіз. 7-ші айдың 1-ші күні демалып, жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Мейрамның басталуын керней тартып жариялаңдар. Сол күні еңбектеніп жұмыс істемеңдер. Жаратқан иеге өртеу арқылы тарту ұсыныңдар. Жаратқан ие Мұсаға тағы тіл қатып былай деді. 7-ші айдың 10-ші күні халықты және кездесу шатырын күнәнің арамдығынан тазарту рәсімі жасалатын күн. Жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Оған ерекше бойсынып, ораза ұстаңдар, әрі өртеу арқылы тарту ұсыныңдар. Сол күні еңбектеніп жұмыс істемеңдер. Себебі ол күн күнәнің арамдығынан тазартылу күні. Сонда сендер құдайларың жаратқан иенің алдында күнәнің арамдығынан тазартыласыңдар. Сол күні Құдайға ерекше бойсынып, ораза ұстамаған әрбір адам халқының арасынан аластатылсын. Жаратқан ие, мен сол күні жұмыс істеген әркімді халқының арасынан құртамын. Сонымен сол күні ешқандай жұмысты істемеңдер. Бұл барлық мекендеріңде өздеріңе және болашақ ұрпақтарыңа арналған тұрақты ереже болады. Осы күн өздерің толықтай тынығатын демалыс күні. Онда Құдайға ерекше бойсынып ораза ұстауларың керек. 7-ші айдың 9-ші күнінің кешінен бастап, келесі күннің кешіне дейін осы демалыс күнін ұстануларың қажет. Жаратқан ие тағы да Мұсаға тіл қатып былай деді. Израиль халқына мынаны айт. 7-ші айдың 15-ші күні жаратқан иеге арналған күркелер мейрамы басталады. Ол 7 күнге созылады. Мейрамның 1-ші күні жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Сол күні еңбектеніп ешқандай жұмыс істеулеріңе болмайды. 7 күн бойы жаратқан иеге өртеу арқылы тартулар ұсынып, 8-ші күні де соны істеп, жаратқан иеге бағышталған жиналыс өткізіңдер. Сол күні еңбектеніп жұмыс істемеңдер. Жаратқан ие белгілеген мейрамдар осылар. Сол кездерде сендер бағышталған жиналыстар жариялаңдар. Және оған арнап мына сый тартуларды өртеу арқылы ұсыныңдар. Шалынып, түгелдей өртелетін құрбандықтар мен астық тартуларын, басқа құрбандықтар мен сұйық тартуларды. Бұлардың әрқайсысын белгіленген әр күні жаратқан иеге ұсынуларың қажет. Осы мейрамдарды жаратқан ие белгілеген демалыс күндерінен басқа қосымша сақтауға тиіссіңдер. Сондай-ақ бұл тартулар сендер жаратқан иеге ұсынатын өзге де сый тартулардан, әрі оған ант еткен және өз еріктеріңмен беретін тартуларыңнан басқа қосымша ұсынатын құрбандықтарың мен тартуларың. Осылайша сендер елдің өнімін жинап болған соң 7-ші айдың 15-ші күнінен бастап 7 күн бойы жаратқан иеге арналған күркелер мейрамын өткізіңдер. Оның 1-ші күні мен 8-ші күні толықтай тынығатын демалыс күндері болсын. 1-ші күні таңдаулы ағаштардың жемістерін, пальма бұтақшаларын, әрі жапырағы мол өзге ағаштардың және өзен жағасындағы талдардың бұтақшаларын жинап, күркелер жасап алыңдар. Құдай иелеріңнің алдында 7 күн бойы шаттана тойлаңдар. Осы мейрамды жаратқан иенің құрметіне арнап, жыл сайын 7 күн бойы өткізіңдер. Бұл өздеріңе және келер ұрпақтарыңа берілген тұрақты ереже. Мейрамды 7-ші айда тойлауларың керек. 7 күн бойы бұтақшадан жасалған күркелерде тұрыңдар. Израильдік болып туған әркім осыны істеуге тиіс. Сонда сендердің келер ұрпақтарың да менің Израиль халқын Мысырдан бастап алып шыққанда оларды күркелерде тұрғызғанымды білетін болады. Мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Осылайша Мұса израильдіктерге жаратқан иенің тағайындаған мейрамдарын жариялап айтып берді.